Біздерде қазақта ата-баба әруағына сыйынатын бір дәстүр бар. Мен де өзім сол текті елдің ұрпағымын. Руым Қожа, Қосым Қожа. Өзбекстаннан көшіп келгенмін. Қазір 20 жыл уақыт болды Қазақстаннан тұрып жатқаныма. Өзімнің басымнан өткен бір жағдайды айтып берейін. Мынау мен бір 90-шы жылдары Союз тарқап жатқан кезде Қазақстанға ауылдан адамдар көшіп бастады. Сол ауылдың қатарлы адамдардың бірі болып, мен де сол Қазақстанға көшкен болатын. Сол 1989 жылы көшіп келдім. Жамбыл облысы Свердлов ауданы Михайловка дейтін еді бұрын. Кейін Амангелді совхозына. Сол жерде тракторшы болып жұмыс істедім 2 жыл. Сол тракторшы болып жүргенде колесный трактор дейтін импозовасымыз. Сол Амангелді ауылындағы бір биік төбе болатын. Сол биік төбеден төмен жағында диірмен болатын. Сол биік төбенің жоғарысында деген не болатын еді? Қамба. Складта сол жерден заттарды тарататын, бидай, ет, сүт дегендей бар нәрсені тарататын. Сол жардан бидай ма қандай нәрселерді алдым да содан төмен қарап үйге қайтамын деп төмен қарап түсіп кетқам. Сол биік төбеден тракторым деген тормоз ұстамай қалып, не тормоз жоқ, не скорость қатыспайды, содан құлдилап кеттім ой төмен қарап. Содан кеттім, әрі-бері тоқтатайын десем, еш ылажы жоқ. Анау биік төбе өзі ұзындығы деген 300 метрдей бар. Биіктігі де сондай. Және ортасында бір ойлы-қырлы жерлері де бар. Содан деген кеттім, құлдилап, рөлді істей алмаймын. Енді ме айттым, не болды бұл? Өлді деген осы ма екен дедім де көзді жұмдым ақыры. Ешқандай не болмады, мүмкіндік болмады. Одан бір кезде деген есімді жоғалтыппын ғой. Трактордың 4 аяғы аспанда жатыр. Мен өзім трактордың ішінде жатқанмын. Тележкесі бір жаққа ұшып кеткен. Сол кезде біраздан кейін қиылып, есіме жиып, есімді жиғанмын. Сөйтіп қарадым, жан-жағыма өйтіп қарасам, айналаның бәрі адамдар қаумалап тұр екен қарап деген. Содан бірден жалма-жан көтеріп алып көмектесем деп бірден скорый шақыртып жәрдемдесіп жатыр. Сол кезде адамдардың айтқаны сөзі маған былай болды. Ой балам дейді, мына жерден қалай сен аман қалдың дейді. Бұл жерде талай кісілер осы жерден не қылған еді, майып болған еді, тағы бір нәрсе болған еді. Сенің что-то мынау теген емессің, сен бір мынау аман қалғанда сен бір теген адам емессің деп айтқан болатын. Содан не керек? Содан мен Қазақстанға қайтадан 1989 жылы көшіп, 1991 жылы қайтып Өзбекстанға көшіп келдім. Содан Өзбекстанда жасап жүрдім. Кейін 2000 жылдары Қазақстанға қайтадан жұмыс сапарымен Қазақстанға баратын болдым. Алматы облысына жұмысқа бардым. Жұмыс сапарымен сол жерде егін ектік біздер помидор ектік дегендей. Сол жерде жүргенде Алматыда бір үлкен тауық бар, күшті не бар дегенді естіген болатын. Соған бір барайын, өзім үшін аяғыммен келіп тұрмын ғой дедім. Сол кісіге бардым. Барған кезде ол кісі айтты маған, ой балам деді, сен бір өлімнен қалыпсың ғой деді. Қалай деді? Ол жерде аман қалғанды білесің ба сен деді. Мен айттым, жоқ дедім. Ол қай уақытта болған есімде шығып кетті дедім. Сен 1989-90 жылдары кетті ауру авария болғансың трактордан деді. Сол кезде білесің ба деді, сені ата-бабаң әруағы сатақ болған, Шоқбай деген бабаң деді. Жоқ дедім. Ондай болса біліп қой деді. Сенің сонда бір қасиетті аталарың бар екен, өзің текті ұрпақтың адам екенсің, ақсүйек екенсің деді. Содан бастап мен өзімнің сол ата-бабама сыйынып, өзімді сөйтіп жүретін болдым. Сол кезде білдім өзімнің сол кезде қалай аман қалғанымды. Сол кезде адамдар таңғалған болатын, сол айтқаны рас екен. Мен сол кезде Шуақбай деген баба мені сол неден сатақ қалған екен, сол авариядан. Мінекей, барлықтарыңызда біліп жүріңіздер. Барлық адамның ата-бабаның аруағы деген болады. Барлық уақытта ата-бабамызға сыйынып, Құран оқып, соған Құран бағыштап жүруіміз керек. Ол қожа болсын, ол қара болсын, оған ешқандай қатысы жоқ. Барлық ата-анасы балдарына өзі көмекші болады.